Өзіне деген сенімсіздік бұл адамның ең үлкен тұсауы. Өзінің сенімсіздігін жоя алмаған адам алға да жылжымайды, жолы да болмайды, қалаған нәрсесін де ала алмайды. Енді жетістік туралы айтпай-ақ қояйын. Сондықтан да сіздің өміріңізде болатын жақсы нәрселердің бастауы тек қана сіздің сеніміңізге байланысты. Сенімсіздіктің астарында ол қорқыныш жатыр. Ол қалыпты жағдай, ол біздің қорғаныс функциямыз. Егер де сіз бәрін кейінге қалдыра беретін болсаңыз, сіздің ішіңіздегі өзіңіздің сенімсіздігіңіз, күмән, қорқыныш ұлғаймаса, ол азаймайды. Сондықтан қазір ниеттеніп бастайым деп тұрған нәрсені сол уақытта бастап кету керек. Тоқтап қалсаңыз, уже қорқыныш, күмән ішіңізде неше түрлі сенімсіздік туындап, әрі қарай сіздің өзіңіздің ойыңыз өзіңізді апарып шатыстырады. Қалайда әйтеуір бір кезде адамдар бір нәрсені бір уақытта бастау керек қой, бастап көру керек, жасау керек, талпыну керек, үйрену керек қой. Әйтеуір бір кезде бастайды. Яғни өміріңізді өз қалауынша өмір сүру үшін күдік, күмәнға шырмалмай, қалағанынша өмір сүру керек. Яғни күмән, қорқыныш, сенімсіздік пайда болатын болса, өзім қалап тұрған нәрсеге лайықтымын деп тәуекелге бел байлайтын болсаңыз, сіз алмайтын асу болмайды.